түркі-моңғол тайпаларының арғы ғұндар. Бет пішіні жағынан моңғол нәсілі болғанымен, ежелгі түркі тілінде сөйлеген. Олар ішкі Азияда өз мемлекетін құрған алғашқы мемлекеттердің бірі. Қытаймен шекаралас өмір сүрген. Сол себепті де қытайлар ғұндар туралы көптеп жазбаша деректер қалдырған. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда орталық Азияда ғұн мемлекеті құрылды. Мөде ғұн мемлекетінің іргетасын қайқан билеуші болды. Ол бытыраңқы руларды біріктіріп, өзін ғұн мемлекетінің билеушісі ретінде жариялады. Ғұндардың жоғарғы билеушісі Қытай деректерінде Шаньюй деп аталған. Мөде Шаньюй ғұн мемлекетін біздің заманымызға дейін 206-174 жылдары басқарды. Ол қатал тәртіп орнатып, әскерді қайта жасақтады. Мемлекеттік аумақты әскери жүйемен оң, сол және орталық қанаттарға бөлді. Оң және сол қанаттарының ру әскерлерінің басшылары Шаньюйдің ұлдарынан немесе туысқандарынан тағайындалды. Ғұн руларын ақсақалдар басқарды. Ақсақалдар жылына бір рет халық жиналысын өткізіп отырды. Онда жорық, салық, жер және тағы да басқа мемлекеттік мәселелер талқыланды. Халық саны өсті. Жол бойына бекеттер салынып, жарлықтарды жеткізетін шабармандар жұмысы ұйымдастырылды. Ғұндардың көршілері дунхулар ғұндардың жерін тартып алуды ойластырды. Осы мақсатпен 2 рет елші жіберіп, мөденің арғымағы мен әйелін беруді талап етеді. Мөде, арғымақ пен әйел халқымның садағасы, алсын, деп бергізеді. 3-ші келгенде малға қолайсыз бір қарыс жерді беру талабын қояды. Мөде, 2 талабын орындадым, арғымақ та, әйел де өзімдікі болатын. Жер жақсы болса да, жаман болса да халықтың игілігі. Халыққа жерді Тәңір берген. Жер болса, халықта болады, онда мемлекет құруға болады. Жер мемлекетіміздің негізі мен ырысы, оны қалай береміз, деп қатты ашуланады. Содан соң дунхуларға қарсы жорық ұйымдастырып, оларды талқандап, жерін иеленді. Ғұндардың әскери құрылымында Шаньюйден кейінгі жоғары лауазым түмен басы болды. Түмен басы Шаньюйдің ұлдарынан немесе жақын туысқандарынан тағайындалды. Шаньюй 24 түмен басына тағайындап, әрқайсысына басқаратын аумақ пен 10 мың әскер бекітті. Түмен басылар өз аумағында 1000 басы, 100 басы, 10 басыларды тағайындады. Түмен басына орнынан алу немесе жазалау шешімін тек қана Шаньюй қабылдады. Ғұн мемлекетінде барлық азамат өз әскери қолбасшысының жасағына кірген және әскери жорықтарға қатысуға міндетті болған. Азаматтар әскери міндеттен бас тартса немесе жауға оқ атпаса, өлім жазасына кесілді. Жауынгерлерден әскери жаттығулармен шұғылдану, жорыққа дайын тұру, қаруларды үнемі өзімен алып жүру талап етілді. Жауынгерге шайқаста жауды өлтірсе, түскен олжа, жауды тұтқынға алса, сол тұтқын құлдыққа берілді. Ғұндарда өте жақсы ұйымдасқан атты әскер болды. Ғұндар шайқаста жауларын шебер әскери тактика, батылдық, ептілік және қару-жарақты керемет меңгеру арқылы жеңетін. Жауынгерлер жебелі садақ, семсер, қанжар мен найза, бұғалық қалқанды шебер қолданды. Олар қамал қорғандарды бұзу техникасын меңгерді. Ғұндар күшейген сайын көрші мемлекеттерге, оның ішінде Қытай жерлеріне жорықтар жасай бастады. Ғұндар мен Қытай арасындағы қақтығыстар 3 ғасырдан астам уақытқа созылды. Қытай мемлекеті өзінің шекарасын көшпелі тайпалардан қорғау үшін ұлы Қытай қорғанын салды. Бұл адамзат тарихындағы ең керемет, күрделі құрылыстардың бірі. Біздің заманымызға дейін 55-ші жылы ішкі тартыстар мен сыртқы қысым салдарынан ғұндар 2-ге бөлінеді. Хухание бастаған оңтүстік ғұндар ордаста қалып хан империясына бағынады. Джиджи бастаған солтүстік ғұндар Саян мен Байкал маңына жылжиды. Біздің заманымызға дейін 49-ші жылы Джиджи ғұндарды қайта біріктіруге ұмтылады. Осы мақсатта үйсіндерге әскери көмек сұрап елші жібереді. Ал үйсіндер елшіні өлтіріп ғұндарға қарсы әскер аттандырады. Джиджи әскері үйсіндердің 8000 атты әскерін талқандайды. Солтүстік ғұндарға хан империясы тарапынан шабуылдар көбейеді. Сондықтан олар батысқа жылжып, оңтүстік Қазақстандағы қаңлылар жермен шекаралас жерлерге барады. Бұл батыс бағытындағы ғұндардың алғашқы көшу толқыны болды. Джиджи оңтүстік ғұндарды бағындыру үшін қаңлылармен одақтасуды көздейді. Ал қаңлылар ғұндармен одақтасып, үйсіндер мен Қытайдан қорғануды мақсат етеді. Қаңлы басшысы Джиджиді қолбасшы етіп, қызын ұзатып, Талас өңірінен жер береді. Алайда ғұн әскери үйсіндерді толық талқандай алмайды. Қаңлылардың талаптары орындалмай, араларында шиеленістер басталады. Осыған байланысты Джиджи солтүстік ғұндарды бастап, Талас өзенінің жоғары жағына кетеді. Ол осы жерде қамал құрылысын салады.
Джиджидің күшеюі Қытай мемлекетін қатты алаңдатты. Сондықтан солтүстік ғұндарға қарсы ірі әскер жіберіледі. Кескілескен шайқастан кейін қытайлықтар ғұндардың қаласын басып алып, оны толықтай күйретеді. Ғұндардың Қазақстанға қоныс аударуының екінші кезеңі біздің заманымыздың 93 жылы басталды. Ғұндар қытайлықтардың қысымымен Алтай тауы мен орталық Қазақстан даласы арқылы батыс Қазақстан аумағына жылжыды. Олар жолындағы кейбір тайпалармен одақтасып, қарсыласқандарын ығыстырып отырды. Орталық Қазақстан, Сырдария, Арал теңізі мен Каспий аймағындағы жергілікті тайпаларда қозғалысқа түсірді. Нәтижесінде осы аумақтарда орналасқан тайпалар шығыстан батысқа қарай жылжыды. Ғұндардың батысқа қоныс аударуы ұзаққа созылған үдеріс болды және жүздеген жылдарға созылды. Ғұндар қазіргі Қазақстан аумағына орнығып алғаннан кейін ұлы даладағы көптеген тайпаларды өздеріне бағындырды. Бірте-бірте олар батысқа қарай жылжып, жолдарында кездескен тайпаларды қозғалысқа түсірді. Бұл халықтардың ұлы қоныс аударуы деп аталады. Батыста ғұндар Европа халықтарын саяси және этникалық өзгерістерге түсірді. Ғұндардың бір бөлігі оңтүстікке жылжып, ақ ғұндар, эфталиктер деп аталды. Олар қазіргі Орта Азия, Ауғанстан, Солтүстік Үндістан аумақтарында өз үстемдіктерін орнатты.